нотариусты сотқа беру керек, егер атқару парағын күшін жоймаса. Сіздермен бірге заңгер Шыныбаев Марғұлан, менің каналыма қош келдіңіздер. Барлығымыз білеміз, нотариус өзінің атқару парағын шығарады да, ары қарай сот орындаушыға береді. Сот орындаушы не істейді? Шотқа арест қояды, жүргізу куәлігіне шектеу қою мүмкін, мүлкіңізге арест қою мүмкін, яғни кредитіңіз болса, қарызыңыз болса, жалпы соның барлығын орындап, аресттеріңізді қойып, итіңізді шығарады. Ал енді сол атқару парағын күшін жоюдың амалын қарастырайық. Тақырып өтпей жатып, міндетті түрде подписка, лайк, комментарий және астына сұрақтарыңызды қоя отырыңыздар. Біздің мақсат 100 000 подписчикқа жету. Сондықтан тума туысқандарыңызды бөлісе отырып, подписка жинауға көмектессеңіздер. Қараңыздар, тақырыпқа көшетін болсақ, нотариустың атқару парағы білмейтін адамдар үшін соттың шешімімен бірдей. Соттың шешімі болса да, нотариустың атқару болса да, екеуі заңды күші бірдей. Сол нотариустың атқару парағының негізінде сот орындаушы істі қозғап, атқару ісін қозғап, сіздің шотыңызға, үйіңізге, мүлкіңізге арест қойып, сол орындауға кірісіп кетеді. Осы нотариус атқару парағын күшін жоюдың қандай амалдары бар? Алдыңғы YouTube каналда мен сіздерге видеода бәрін түсіндіріп айтқанмын. Нотариустың атқару парағы шығарып, сіздің адресіңізге жіберген кейіннен кейін, сіз қолыңызға алғаннан кейін 10 күннің ішінде оған шағым беруге құқыңыз бар. Егер 10 күн өтіп кетсе, нотариус өзінің атқару парағын істейді, күшін жоймайды. Сондай заң бар. Қандай заң? Нотариаттық қызмет туралы заңында бұл көрсетілген. Енді негізгі біз қазір осы кредит бойынша соттасып жатырмыз қой. Сол кезде біз жазған кезде осы нотариустар жаңағындай атқару парағы сізге жетілді, почтамен апарылды, сіздің қолыңыз бар, туысқандарыңыз қолыңыз бар. Соның негізінде жаңағындай күшін жоймаймыз деп жауап келіп жатады. Ол кезде не істеу керек? Ол кезде нотариустың өзін сотқа беру керек. Сол отказ берсе, содан кейін нотариус сотқа беріп, сот арқылы жеңіп шығуға болады. Қалай жеңіп шығуға болады? Мысалға, нотариустың атқару парағын күшін жоймаған үшін сотқа беріп, мына нәрсені дәлелдеу керек. Біздің басымыздан өтті ондай. Мына нотариат туралы заңының 92-де 2-ші бабы бар. Ол жерде не делінген? 92-ші бабында нотариалдық атқару парағы қай уақытта шығады? Егер сіздің қарызды мойындағаныңыз жазбаша түрде болса, онда нотариус өзінің атқару парағын шығаруға құқысы бар. Бәсеке жоқ, спор жоқ істер бойынша. Бірақ көбінесе қалай болады? Кредит, микрокредиттер көбінесе, атқару парағын нотариусқа береді, негізгі қарызыңыз бар, үстіне проценттер бар. Сіздер процентке келісім берген жоқсыздар ғой. Дұрыс па? Берген жоқсыздар. Сондықтан нотариустың атқару парағын күшін жоюға сіздің негізіңіз бар. Основание бар. Сондықтан арызда не жазу керек? Арызда мен атқару парағына келіспеймін. Себебі мен негізгі қарызбен келісемін, бірақ үстіндегі проценттерге келіспеймін. Үстіндегі проценттерді төлеу туралы мен келісім берген жоқпын. Договорда негізгі қарыз туралы көрсетілген және вознаграждение өсімпұл көрсетілген. Бірақ үстіндегі пеня, неустойка басқасы көрсетілмеген. Олармен мен келіспеймін деп арыз жазу арқылы, сот арқылы нотариустың атқару парағын күшін жойса болады. Бұл негізгі принцип. Мынандай нәрсе, егер сіздің жазбаша түрде мойындағаныңыз, яғни
қарызды мойындағаныңыз, үстіндегі процентті мойындағаныңыз болмаса, жазбаша түрде, онда нотариустың атқару парағын күшін жоюға болады. Сөйтіп, нотариустың парағын атқару күшін жою арқылы сіз өзіңізге мойныңызға ілінген бүткіл тыйымдарды, аресттерді счеттарыңыздан шешсеңіздер болады. Түсіндіңіз ғой, бұл яғни нотариустың заңсыз іс-әрекеттердің қарама қайшы тұру амалдары. Сондықтан нотариустың атқару парағын күшін жоюға болады, оны реально жасауға болады. Осы туралы сіздерге айтып өтейін дегенмін. Енді біздің заң каналының негізгі қазіргі таңдағы мақсаты 100 000 подпискаға жету. Сондықтан сіздерден сұрағым, тума туысқан достарыңызбен осы видеомен YouTube каналын бөлісе отырсаңыздар, Қазақи заң каналының дамуына ат салсаңыздар, 100 000 подписчикқа жетуге көмектессеңіздер. Ал бүгін сабақ бітті. Енді келесі кездескенде күн жақсы, сау саламатта болыңыздар, достарым.